Сәлем балалар, Activity Book 33-ші бет. Exercise 1. All about sports, read and choose. Барлығы спорт туралы оқимыз және таңдаймыз. Біріншісі, мысал ретінде берілген. A sack race is a game, яғни қапшықпен секіріп жарыс, бұл ойын. We play this sport with a net. Сеткамен ойнайтын спорт, бейсбол немесе бадминтон. Әрине бұл бадминтон. You can play tag in your garden. Жаңағы қуалап ойнауға болады сенің бақшаңда дейді. Yes, бақшада қуалап ойнауға болады. You play hopscotch with your friends. Сен достарыңмен классик ойнауға болады. You can деп айтамыз. Football is a team sport. Футбол командалық ойын. Yes, there are players in a rugby team. Rugby командасында 15 ойыншы екен. 15 деген жауап дұрыс болады. Келесі, екінші жаттығу. Circle the words, find the stickers. Сөздерді мына әріптер шатастырылып берілген ретімен қойсақ, сөздер шығады. Мына әріптердің арасында сөздер жасырған, соларды тауып дөңгелектеп белгілейміз. Одан кейін сол сөзге сәйкес келетін кітаптың артында, яғни Activity Book'тың артында стикерлерді табуымыз керек. Біріншісі бізде hockey болады, екіншісі бізде badminton болады, үш бізде rugby болады, төрт бізде basketball болады екен. Яғни hockey, badminton, rugby, basketball сөздер шығады. Енді тура осы спорттарға сәйкес келетін стикерлер тауып, мұндағы орындарға жабыстырып шығады екен біз. Осымен тапсырмаларды орындадық. Сау болыңыздар.